Сосын амал жоқ, үлкен нәжіске бара алмай ауырсынып жүргеннен кейін бірақ келеді. Өзіне өзі клизма жасаған. Анау перекис күйдіретін нәрсе ғой. Шекпен бірге қан тамыры былай бейді, айналып кетеді ғой. Айналып кеткеннен кейін ол енді киімге жабысады. Ананы қасый бергеннен кейін инфекция кіргізеді, іріңдеп кететін де бір жағдайлар болады. Майлағанда да саусақпен де көрем, сосын айтам, шыныңды айт. Сәлем достар, бұл Ер денсаулығы жобасы. Біз бүгін Марс Дәулетұлында қонақтамыз. Әдетте біз қонаққа шақыратын едік. Марс Дәулетұлының кестесі өте тығыз екен. Бұл кісі өте тәжірибелі, проктолог, хирург маман. Ең қорқынышты дәрігер дейді ғой сіздерді. Көтеу, яғни геморрой. Көп жағдайда адамдар жаңағы бірінші, екінші, үшінші стадия болса, сол төртінші стадия әбден жанына бітіп, қиналғанда бірақ келіп жатады. Ал оғанға дейін өз-өздерін емдеп, картоп тазалап, салат, свечка жасап, өзі қиып, бүйтіп. Төртінші стадия ол бүкіл мына қан тамыры созылып кетіп, қапшық ретінде мына шығатын жерден шығып кетеді, қайрадан кірмейді, қысылып қалады, қамайды, іріңдейді. Сосын амал жоқ, үлкен нәжіске бара алмай ауырсынып жүргеннен кейін бірақ келеді. Дер кезінде қаралмай, соңына дейін созып, дәрігерге, маманға келгенде несімен қауіпті? Қан тамыры болғасын ең көзге түсетіні бұл қан кетіп атқан. Қан мына хроническая анемия дейді, хроническое кровотечение. Қан кетіп атады, күнде аздап кетіп атады. Сосын адам түрінен белгілі болады, анемиясы, бозарып жүреді. Кейде өзім аңғармайды да, біреулер қасындағылар айтады. Гемоглобин дегеніңіз кейде қатты түсіп кетеді. 120, 130, 140 болудың орнына кейде 80, 70, кейде ауыр анемияға кетеді, 50 болып жүреді. Жұмыс істей алмай, бас айналып, кейде талып қалатын да бір жағдайлар болады. Анемия дегеніңіз ол бүкіл ағзаларыңыз кислород жетіспейді. Одан баста ауырады, адам талықта қалады, бүкіл ағзалары дұрыс істемейді. Сондықтан енді ол өте қауіпті, жүрекке де қауіпті. Жүрек әсеріне де береді, өкпеге де, бауырға да, бүйрекке де, бүкіліне де береді. Сондықтан геморройдың проблемасын сол жерде шешіп тастаса да, больницаға барып кесіп тастаса да, мына геморройдың қан кеткен әсері әлі қалады. Ол басқа мамандарға жүреді, терапевтке жүреді, гематологқа барады. Өйткені бүкілі уже дұрыс істемей кетті, бүкіл ағзалар. Жеке тәжірибеңізде қандай жағдайлар болды? Адамдар осылай өзі емделіп, үйде әбден асқындырып келгенде? Ондай жағдайлар, науқастар көп, өкінішке орай. Қазір интернетте ана жерде жүреді бір әдіс, мынау перекись водорода. Перекись водороддан алады да, сумен араластырады да, өзіне тазартатын клизма жасайды. Сонда ананың құрамын дұрыс санамағанда, перекисті құйып жүргенде, көбірек құйғанда өзіне өзі клизма жасаған. Анау перекис күйдіретін нәрсе ғой, химия. Ананың бүкіл тікшектің ішін күйдіріп жүрген. Күйдіріп жүргенде, анау қанайтын жері бір тамыр болса, бір геморрой бұрын көтінетін болса, бұл бүкіл анау қабырғасы бүкілімен қанап жатыр. Сондай да жағдай болды. Мынау құйрықтың ортасында шығатын жерде бір түйіршік пайда болады. Сосын ол өзі енді ойлайды, түйіршік шықса, ол геморрой шығар деп, ана жерге ванночка жасайды, свеча салады, мазь салады, бүйтіп әлпештеп жүреді. Бір апта өтеді, анау түйіршігі кішіреймейді, ауырған басылмайды. Сосын үйдегі енді жұбайына айтады, мен дәрігерге ұялып жүрмін, көрінуге, осылай өзім ем жасап жүрмін, қарап жүрші не екенін деп. Қараса, кене дейді. Кене сол жерге тістегенде қан сора берген. Геморрой секілді ғой, қарны бүйтіп.
сонда тура геморрой секті бүйтіп тұрғанда анау қарамаса солай жарылғанша тұрады ғой анау тойғанша. Медициналық анан алып тастап келеді, ештеңе ешқандай геморрой жоқ екен ол жерде. Ешкімді жамандамай қояйын, ешкімді кінәламай қояйын, бірақ әсіресе мынау аптека, фармация жағынан да олар енді сұраған кезде олар да кеңес ретінде айтуға болады ғой. Бұны тек дәрігердің айтқанымен істеу керек. Сіз бірінші көрініп алыңыз, сосын мынаны алсаңыз деп айтса, мүмкін адамдар оны тыңдап барушы еді. Кез келген дәріханада сатылады, адам интернеттен оқиды да барып ала қояды. Яғни қол жетімді болғандықтан, я бұны алуға болады екен, осы өз-өзімді емдеп алсам болады екен деп ойлайды. Өйткені әр свечаның өзінің бір диагнозына берілетін жағдайлары болады. Сондықтан мынау свеча мынаудай диагнозға болмайды. Олар бере береді, ала береді, әйтеуір ауырмаса болды деп. Әсіресе қазір көбінесе жақсы көретін, енді рекламалар күшті шығар, дегенде алады. Көбінесе сұрағанда келгенде айтам, ем қолданған шығарсыз өзіңіз деп. Я сатып алып, бір жыл болды салып отырмын. Ауырғанды басылатым, өтіп кетем, сосын қарағайды. Емі жоқ, ауырғанды басады. Проблема қалады. Мясорубкадан тартады, соны фарш ретінде ана картопты басады. Енді ол салқын болғасын, крахмал болғасын, бір кішкене бір жеңілді болатын шығар енді. Ал бірақ көмек болмайды ғой, геморройдан емделмейді ғой. Мұз салады. Енді біреудің естігендері бар. Анау шығып кеткеннен кейін өздерінше ойынша енді сұрайсың ғой, неге деп. Ана суық салғаннан кейін мына тоңасың ғой, сонда бүйтіп бәрі тартылып кетеді, кіріп кетеді ішіне. Шекпен бірге қан тамыры былай бүйтіп айналып кетеді ғой. Айналып кеткеннен кейін ол енді киімге жабысады. Киімге жабысқаннан кейін анау қанайды, ауырады, құрғақ қалады, жарылады. Солар өте қатты мазасын кетіреді. Мынау қышуы күні түні бойы қаси береді, тырнап тастайды адамдар. Сосын келеді. Ананы қаси бергеннен кейін инфекция кіргізеді, іріңдеп кететін де бір жағдайлар болады. Сосын мен айтам, егер осыдан менде бір-екі жыл бұрын келсеңіз, бізде... Сонда ол жылдап бойы жаңағы ауырса да жүре береді? Жүре береді, әрине. Сонда келгенде мен оларға айтам, сіздер осыдан енді бір жыл бұрын келсеңіз, операциясыз бізде бір әдістер бар, кольцо салып береді, лигирование деп аталады. Онда больницаға жатпай, геморройды кетіруге болар еді деп. Операцияның алдында қан құяды, гемоглобинін көтереді, сосын жоспар ретінде геморройын алып тастайды. Операция дегеннен кейін бір айдың ішінде негізінде көлемінде қайрадан жұмысына, орнына шыға алады. Бірақ мен науқастарға айтатыным бар. Қан тамыры болғасын, ол сіз нагрузка жасай берсеңіз, ол өз жолын басқа жерден тауып алады. Кесілген жерден емес, басқа жерден жол тауып алады. Бір 5 жылдың ішінде геморройыңыз қайрадан сол көлемінде шығып тұрады. Сіз бір рет құтылғаннан кейін, мына біз берген кеңестерді жазумен, қолмен, былай сөзбен айтамыз, оны бәрін ұстанып жүру керек. Үйтпесе, сіз қазір операциядан шығып, қайрадан ауыр көтеріп, ішіңіз қатып, ананы жеме дегенде жеп, іш дегенде ішіп жүрсеңіз, онда қайрадан шығып кетеді деп айтамыз. Ер азаматтар, әсіресе мына демалыс күндер келе жатқанда, бір аяқ астынан шақыратын бір қонақтар, жолдастар болып кетеді. Жүр пиво ішейік дейді. Жүр балыққа барайық, жүр аңға барайық деп кетіп қалады да, суықта жатады, үйтеді, бүйтеді. Таңертең дүйсенбіде келеді. Мен көріп тұрмын ғой, түрінен де көріп тұр, сосын былай майлағанда да саусақпен де көрем, сосын айтам, шыныңды айт. Демалысты жақсы өткіздің ба? Да, шын айттым. Енді былай бүйтіп құбылжып тұрады да, сосын айтам, иә, бір жолдастар шақырып еді деп, шын айтады сосын. Мен айтам, енді маған да бұл онша
енді ұнамайды, өйткені мен дәрігер болғасын ем жазғанда мен өзімнің істеп жатқан ем шарамның нәтижесін көргім келеді. Ол біріншіден, екіншіден өзіңізге өзіңіз қиындық жасап жатсыз деп айтамын. Бір енді 10 күн шыдауға болады ғой деймін, бір вакуум өзіңізде деп, телефонын бәрі өшіріп тастаңыз да, мына мәселемен айналыссаңыз, сосын ұмытасыз ғой енді, сосын барасыз деп сөйтіп кеңестер береміз. Алдағы бөлімдерде ер денсаулығына қатысты өзге де сұрақтарды қозғаймыз. Егер де сізді мазалайтын қандай да бір сұрақтар болса, пікірге жазсаңыз болады, мамандар міндетті түрде жауап береді.